Мәссаған, мынақта деген ешкім жоқ қой, качоктардың бәрі қайда кеткен деген. Бұл уақытта деген бәрі качка жасап жатады. Мынақта деген екі качок қапты, базар жоқ. Бұлардың бәрі қайда кеткен екен? Мен сұрайыншы, мыналардан деген тек қайда кетіп қалған екен бұл качоктардың бәрі? Бауырым, сен не естімедің ба не? Қазір деген качоктар бандасына деген қабылдау болып жатыр ғой. Сол жақта деген качоктар бандасына адам жинау керек. Сол качоктардың бәрі сол жаққа қарай кеткен. Енді біреу өтіп жатыр, біреу өтпей құлап жатыр. Енді біз соған дайындалып жатырық. Ана артта екеуміз. Мен де дайындалып жатырмын. Мынақта деген пресс качать етіп, өйстіп қазір барамыз. Бізде деген кешке таман качоктар бандасына кіріп алу керек. Негізі уақытта деген мықты жігіттер жүреді ғой, не дегенмен. Мәссаған жігіттер, качоктар бандасы дей ма? Қандай банда өзі деген, е-мое деген, сонда качоктарды жинап алып несін деп отыр олар деген. Мәссаған, оппано деген, аяқта жота біреулерді көріп тұрмын ғой мен деген. Мүмкін сол жақта жарыс болып жатқан шығар. Мен деген сол жаққа қарай барып көрейін, достар, не болып жатқанын көретін боламыз деген. Так, мен де барайын деген. Так деген, оппано, мына деген качоктар бандасы жиналып қапты ғой. Базар жоқ, достар. Мәссаған, мен деген қабылдаймын екен, қабылдамаймын екен, достар. Давайте жазып кетіңдерші деген, мені қабылдамайтын сияқты. Жота деген комментарийға бәріміз бірге Франклин качок деп жазып кетейік, достар. Сол кезде бәлкім мені өздері бандасына қабылдап қалатын шығар бұлар деген. Жігіттер, молодец деген, біздің качоктар бандасына деген нормально, достойно пацандар жиналып қапты деген. Базар жоқ. Қазір біз деген тағы да адамдар келеді, соларды қабылдауымыз керек деген. Бір орында тұрмаңдар, тренировка жасай беріңдер. Мына жақта біреу келіп тұр ғой, жота деген. Ассалаумағалейкум жігіттер, қалайсыңдар, амансыңдар ма деген. Сендерге жақындауға қорықтым, былайша айтқан кезде бар емес па деген, мен жота ұрып тастайтын сияқты, достар. Давайте видео бастамастан бұрын астындағы подписаться деген кнопканы басып, лайк деген түймені басып, бәрін сұрғайлатып тастайық, достар. Аппақ болып тұрады, подписаться болып, соны басыңдар, сұрғайналады, достар. Давайте соны басыңдар, 99,9 ғана адамдар соны басылады. Содан кейін комментарийға Франклин качок деп жазып кетіңдер, достар. Міндетті түрде жазыңдар. Давайте мен деген күтіп тұрамын. Егер сендер жазбаған болсаңдар, мына качоктар бандасы жота мен өздерінің қатарларына қоспай қоятын сияқты, достар. Егер сендер жазған болсаңдар, мыналар мен точно қосады деген қазір мен тексеріп көретін боламын. Давайте тіркеліп алыңдар, сендерге уақыт беретін боламын, достар. Франклин качок деп жазып кетіңдер. Ал олай болса біз деген өзіміздің видеомызды әрі қарай жалғастыратын боламыз, достар. Жігіттер, мен сендердің қатарларыңа қосылайыншы деп едім, не істеу керекпін мен ол үшін? Бауырым, сен түріңе қарасақ онша емес сияқтысың ғой, сен денең деген жоқ сияқты ғой, вообще жұмот сияқтысың ғой. Сен подписчиктеріңде что-то Франклин качок деп комментарийға жазып жатыр ғой. Давайте айтыңдар бәріне жазсын деп. Если сен біздің бандаға кірем десең, мына жақта деген бір качоктардың любойын таңда, солармен паразам төбелес. Если сен жеңетін болсаң, действительно біздің бандалар қатарына қосыласың, короче. Мәссаған, качоктар бандасына қосылу үшін мен деген төбелесуім керек па, паразам деген керек па? Мәссаған, мына качоктардың бәрі мықты сияқты ғой, мен деген таңдайын, олай болса деген. Мыналардың бәрі жота. Мына жақта деген бір криса тұрған сияқты ғой, достар. Тоқта, мынау деген шырық қой, мына шыбық қой. Қалай алғансыздар мынаны деген, түсінбедім мен деген. Давайте олай болса мен осымен төбелесейін. Ал кел бауырым деген, төбелесіміз басталып жота. Мынаны достар түрі таныс деген бар ғой, ұрсам мәссаған деп бауырыш, мына косой емес па деген, достар. Енді косой деген качоктар бандасын не істеп жүр? Ой, қасқы деген мені бауырып қояды деген, бері кел косой, опа, қашып қояды деген. Мәссаған качоктар, достар, косой танитын болса, давайте лайк басып кетіңдер. Мәссаған косойды бауырып қылап тастадым мен деген. Все болды, смело. Сендер арнаға тіркелсіңдер, достар, молодец. Достар, молодец. Сендер деген маған поддержка берген екенсіңдер ғой, кәдімгідей деген Франклин качок деп жазып кетіпсіңдер ғой. Базар жоқ, арнаға тіркелсіңдер, видеоға лайк басыпсыңдар. Енді мен деген мынаны смело айырып тастадым, достар, көріп тұрғандарымдай. Базар жоқ, енді Франклиннің күші мықты екен деген, мен смело качоктар бандасына қосылатын сияқтымын ғой, достар. Қалай ойлайсыңдар жалпы деген. Оппана, достар, что-то маған деген мынау келіп өзінен өзі тиісіп жатыр деген. Бері кел, мен сен сазайың тартып жүремін, менің подписчиктерім бар деген, менің 18 подписчигім бар. Бері кел, солардың күштерімен сені айырып тастайтын боламын. Бері кел, ма деген, достар, қатырып қойды екен ғой мен деген. Мәссаған деп боғырамды, достар. Кел, давай, ұрасыма, не істейсің ал деген. Мәссаған, уқти, ма деген, достар. Ойбай, ананың күшімен деген мен аспанға қарай ұшып кеттім ғой. Ма деген, достар. Мына качок деген действительно мықты екен ғой, черный деген. Мәссаған, боғдармен талтырып салым, тұрмайды еще, достар. Тұрып кетті мына деген. Мәссаған, ойбай, талып қалдым ғой жотамен деген. Достар, не болып кетті? Түсінсем бұйырмасын деген. Мен талып қалғам ғой, базар жоқ деген. Ана качоктардың бәрі қайда кетіп қалған? Мына качоктар что-то дайындалып тренировка істеп жатқан сияқты ғой. Мен деген ұят болып қапты ғой мына жерде жатқаным, достар. Деген. Достар, сендер арнаға тіркеліңдерші, действительно деген. Давайте 20 подписчикке жетпесек деген. Мен качоктармен сөйлесіп көрейін. Мен деген не болып отыр екен жақта деген. Жотам, качоктар не болды? Мен бандаға қосылдым ба? Бауырым, сен деген әлсіз екенсің. Сен качоктар бандасына қосылу үшін сен тренировка істеп келуің керексің де. Бар тренировка істеп кел, содан кейін барып сен қатарымызға қосамыз. Атақ деген нормально төбелесіп қойды екенсің. Базар жоқ, төбелесің, арза болдым мен деген. Мәссаған, достар, жота, мыналар деген мен өзім бандасына қосу үшін тренировка жасап келді деп жатыр. Мен тренировка жасап жүрсем 1 жыл уақыт кетеді ғой оған деген. Е-мое, качок болуым үшін мен деген ертерек кіруім керек болып тұр. Не істесем болады екен, достар, барып олай болса ана качоктармен бір сөйлесіп ақша беріп кіріп кетсем екен, достар. Мәссаған, мына жақта деген качоктар өте көп қой, бәрі тренировка жасап жатыр ғой, достар. Мынаның бәрі сонда конкурсқа, фестивальға качоктар бандасына қосылу үшін келіп тұр ма? Мәссаған, бағана ғана ешкім жоқ деген.
талпа качоктар болып кетті ғой достар. Ма деген енді мен тек олай болса мен деген бетейін достар, бұл качоктардың бәрі деген короче кіріп кетуі мүмкін ғой. Олай болса мен деген бұл качоктардың бәрін айырып тастайын достар. Сөйтейін достар, қазір мен деген барайын да аналарға бір ұсыныс тастап көрейін достар деген. Ма жігіттер, короче анақта деген качоктар өте көп бар ғой. Мен саған енді мен солардың бәрін айырып тастасам сендердің бандаларыңа кіремін ба қалай өзі деген. Анақта деген мен тренировка жасайын десем вообще жер жоқ, анақта тренировка жасайын деген бәрі деген короче адамдар қолданып жатыр, ана тастардың бәрін, гантельдердің бәрін көтеріп жатыр деген. Не істеймін енді? Франклин бауырым, сен деген действительно біздің бандаға қосылғың келіп тұр ма? Олай болса деген барда ана качоктардың бәрімен төбелес айырып тастаса деген, содан кейін барып біздің бандаға қосыласың. Атак деген сен біздің бандаға қосылуға недостойнысың ғой былайша айтқанда. Саған достар, чота мына качоктар бандасы деген қатты құтырып кетті ғой. Мен деген жынданам да анағаларды барып короче айырып тастайтын боламын качоктар бандасын деген. Бері келіңдер деген, давайте. Ма достар, давайте арнаға тіркеліңдер, лайк басыңдар. Мен деген мына тұрған качоктардың бәрін айырып тастайтын боламын деген. Мына бірінші отжимание жасатқаннан бастамайды. Мә саған Б тейбім достар, мә саған очкарик, мә саған қызыл кепка деген, мә саған черный негр деген. Бергел төбелесеміз. Сен не қылып отырсың? Мә саған деп достар қадап жүреміз ана деген. Бергеле қыздар тұрсы деген. Мә саған маған өзінше атып қойды ғой. Мынау деген қайда қашып баратыр? Бергеле кең аузы деген бергел. Сен что-то маған атып отырсың ба? Болмысын сен демесің. Мә саған аяғынан бір тебем достар. Мына қызыл тұрсы жүгіріп келе жатыр. Бергеші қызыл тұрсы деген. Азарсың деген. Төбелесіп қойсың ба? Мә саған деп бір тебем достар. Бергеле көп көмек купальник киіп алған ба? Не істеген достар мынау деген. Мә саған деп боғырамыз. Мә аяғынан бір тебеміз. Мынау чота достар маған жағылып кетті мына үшеуі деген. Бергеле кеңнің баласы деген. Мә ұрып талдырып тастау керек болып тұр достар. Мә саған жоскодар кетті. Бергел қызыл тұрсы не қарап тұрсың сен деген. Кеңнің баласы деген. Бергел қашпа деген. Оқ дей достар, мұқтырып қойды екен деген. Базар жоқ. Мә саған опа жоско кетті достар. Одар екеуі бір жерге қадап тастағансың ғой. Бергел сен де қадап сен баз деген. Мә саған достар, все болды. Деген что-то өлмейтін сияқты ғой. Мә саған кең баласы. Все болды достар, качоктардың бәрін айырып тастаған сияқты мен деген. Мынау маған қарай жүгіріп келе жатыр ғой. Бағанағы деген орнынан тұрып кеткен ба? Бір нәрсе деген ғой. Мә саған достар, аяғымнан бір тебеміз. Ойбай, мынаны теуіп жүріппін достар байқамастан деген. Мә саған кім мынау да менімен төбелесетін шығар. Бергелі конкретно да кел, олай болса төбелесек сен деген мен что-то қатты қинап жүрдім бар ғой. Мә саған уқты, ема достар, мынау қатты төбелесіп қалады сияқты ғой да. Бергелі олай болса деген қазір келіп ал, мына деген. Кел балақай деген. Уқты, нан одар жоқ тағы достар. Мә саған бұл одар достар. Опа, кел деген. Конкретно жұдықтасамыз. Бергел. Мә саған деген. Мә саған екі одар достар. Мә аяқпен бір одар. Комбо короче деген. Мә саған достар. Все болды. Ұйықтатып тастағансың ғой деген. Ма бауырым, сен деген действительно мықты өлсі дегенсің. База жоқ, сен деген качоктар бандасының деген главный бастығы болсай, короче босс сен болсай деген. Молодец, сен деген қатты өлсі дегенсің деген. Енді сен біздің бастық бол, біз саған деген мойынсұнамыз. Бастан-ақ сондай болу керек деп бауырым деген қинап жүрдің ғой. Мен есім білмейсің ба? Мен Франклинмін деген короче. Ебой найрам. Сендер деген короче бүгіннен бастап сендер менің балдарымсыңдар, түсіндіңдер ма? Мен қасымда жүретін адамсыңдар короче. Давайте артынан кеттік деген, біз деген короче тренировка жасаймыз мына жақта деген.